Hello everyone, today's lesson is about past simple tense. Сәлем барлығыңа, бүгінгі сабағымыз past simple tense. Біз present simple tense жай осы шақты өткенбіз. Осы past simple және present simple екеуін салыстырып қараймыз. Өйткені бұл екі шақтық формалар аты айтып тұрғандай жай осы шақ немесе жай өткен шақтар. Жасалуда жай ғана бір ғана етістіктен тұратын шақтық түрлер. Present simple'ды біз жалпы осы шақ деп айтқанбыз, өйткені бұл шақта айтылатын іс-әрекеттер көбінесе жалпылама болып тұратын іс-әрекеттер. Ол іс-әрекеттер өткенде басталған болуы мүмкін, әлде болып жатыр, келешекте де бола беруі мүмкін. Мысалы, күн шығуы, батуы жайлы осы шақта айтамыз. Sun rises in the east and sets down in the west. Ол іс-әрекеттер тұрақты немесе өзгермейтін іс-әрекеттер. Және де өзіміз жайында айтатын болсақ, біз университеттің 3-ші курсында оқитын болсақ, біз 3 жыл бұрын бастағанбыз университетті, тағы да әлде 2 жыл оқимыз. Сондай іс-әрекеттерді біз осы жай ғана осы шақпенен айтамыз деп айтқанбыз. Және осы шақта often, sometimes, occasionally, rarely, always, once in a while, never деген сөздер қолданылуы мүмкін. Сол сияқты өткен past simple, міне мына сызық көрсетіп тұрғандай, қазіргі уақытта болып біткен, оның біткені анық іс-әрекеттерді біз осы past simple менен айтамыз. Past simple'ды білдіретін simple сөйлемдерінде қолданатын, өткен шақты білдіретін сөздер ол last year, last month, last week. Өткен жыл, өткен ай, өткен апта, yesterday, кеше, the day before yesterday, кешен алдың күні, a year ago, a month ago, a week ago, бір жыл бұрын, бір ай бұрын, бір апта бұрын деп айтамыз. An hour ago, бір сағат бұрын, 2 hours ago, 2 сағат бұрын, a minute ago, 5 minutes ago, 1 минут бұрын немесе 5 минут бұрын, a second ago, 6 seconds ago, 1 секунд бұрын немесе 6 секунд бұрын деген сияқты басқа сөздермен осы өткен шақта болып біткен анық көрсететін осындай сөздер арқылы жасалуы мүмкін. Кейде бұндай сөздер қосылмауы да мүмкін. Бірақ етістіктің түрі сол past simple екенін білдіріп тұрады. Іс-әрекеттің анық болып біткенін білдіріп тұрады. Әдеттегідей мына етістіктің түрлері, мысалдар мына жерде дұрыс етістіктер және бұрыс етістіктер, және етістіктің негізгі 4 түрі: infinitive, present participle, past simple, past participle. Бүгінгі сабаққа бізге керегі past simple. Біз past simple tense өтеміз, мен осы етістіктің past simple түрі қолданылады. Present simple'да біз infinitive қолданғанбыз. Бұл жай ғана осылай infinitive формасын қолданамыз. Тек қана 3-ші шақ жекеше түрде осы етістіктерге s жалғанады. Past simple'да дұрыс етістіктерге, міне жоғарыдағы 4 етістік дұрыс етістіктер, оларға ed деген жалғауды жалғап, өткен шақ түрін солай жай ғана жасалады. Ал бұрыс етістіктерде өткен шақ түрі басқашалау болады. Be, өткен шақта was, were, sing, sang, drive, drove, go, went, find, found. Бұндай етістіктерді жаттап алу керек, есте сақтап алу керек. Past simple, жай өткен шақты present simple мен салыстырып қараймыз. Ол past simple'дың қалай жасалуы, етістіктің қалай қолданылуы осы present simple мен салыстырып қарасақ оңай болады. First person singular, бірінші шақ жекеше тұр. Осы шақта, жай осы шақта present simple, I listen. Осындай infinitive пен
жай ғана инфинитивті қолдану арқылы жасалады. Инфинитив дегеніміз етістіктің негізгі түрі. I listen, мен тыңдаймын. Second person singular, екінші жақ жекеше түр. You listen, сен тыңдайсың. Third person singular, әйел немесе ер адамға бөлінеді. He, she, және де адамдан басқа заттар it. Listens. Үшінші жақ жекеше түрде осы кішкене ғана ерекшелік бар. Етістікке, инфинитивке s жалғанады. First person plural, бірінші жақ жекеше түр we listen, біз тыңдаймыз. Second person plural, екінші жақ көпше түр you listen. Third person plural, they listen, олар тыңдайды. Осылайша present simple өте оңай жасалады. Тек қана үшінші жақ жекеше түрге етістікке s жалғанады. Ал in the past simple қалай жасалады? Осы listen деген етістік дұрыс етістік. Сондықтан дұрыс етістіктерге жай ғана ed жалғауын жалғай салады. Осылай listened барлығында жекеше көпше түрде барлығында да дұрыс етістіктерге ed жалғауын жалғау арқылы жасалады. I listened, мен тыңдадым. You listened, сол сияқты сен тыңдадың. He, she listened, we listened, you listened, they listened. Дұрыс емес етістіктер түбірімен басқаша болып айтылады. Осы жақта have етістігі, өткен жақта had болады. I have water, I had water. Мен су ішемін, мен су іштім. Had өткен жақта. You have milk, you had milk. He has butter, she has butter, it has butter. Өткен жақта. He, she, it had butter. We have food, we had food. You have fruit, you had fruit. They have vegetables, they had vegetables. Және тағы бір етістік сатып алу, to buy деген осы buy өткен шақта bought болады. I buy water, мен су сатып аламын. I bought water, мен су сатып алдым. You buy milk, you bought milk. She, he, it buys butter. Итті айтудың керек жоқ жерде. He, she bought butter. We buy food, we bought food. You buy fruit, you bought fruit. They buy vegetables, they bought vegetables. Ал енді мысалдар. Present simple осы жақта I study every night. Мен күнде кешкісін оқимын. I studied last night. Мен кеше кешкісін оқыдым. Етістік study, studied өткен шақта. Every night күн сайын кешке. Last night кеше кешке. She works from 9 a.m. to 5 p.m. Ол қыз азанғы сағат 9-дан кешкі 5-ке дейін жұмыс істейді. She worked till 6 p.m. yesterday. Ол қыз кеше сағат 6-ға дейін жұмыс істеді. Кешкі 6-ға дейін, 6 p.m. деген. She works, үшінші жақ жекеше түр, сондықтан works. Бірінші жақ болса, біз оны I work деп айтамыз. She, he works. Өткен шақта she worked. Өткен ол кеше, yesterday. Кеше жұмыс істеді 6-ға дейін. Жалпы ол 9-дан 5-ке дейін жұмыс істейді. She works from 9 a.m. to 5 p.m. Present simple'да және my friend often visits me. Менің досым маған жиі келіп тұрады. He often visits me. Немесе my friend often visits me. My friend visited me last week. Өткен аптада менің досым маған келіп кетті. My friend visited me last week.
ed жалғанып тұр. Бұл өйткені осы етістіктердің барлығы да дұрыс етістіктер болды. We regularly go to my cousin's place. Біз үнемі менің туысымның үйіне барып тұрамыз. We went to my cousin's place the day before yesterday. Біз кешенің арғы күні туысымның үйіне бардық. We regularly go. Regularly осы present simple мен жалпы айтылады. Go осы шақтағы бару деген етістік. Өткен шақта бұл дұрыс емес етістік, сондықтан өткен шақтағы түрі went. I go, we go. Мен барамын, біз барамыз деп айтамыз. Көпше түрде I went, мен бардым. We went, біз бардық. Осы дұрыс емес етістіктің өткен шағы осы went деп жаттап алу керек, есте сақтап алу керек. Бірнеше мысал, біз алдыңғы мысалдарда кеше, жалпы немесе үнемі деген сөздерді осы шақтағы болып тұратын іс-әрекеттерді білдіретін сөздерді қолданғанбыз. Бұл сөйлемдерде кейбіреуінде ондай сөздер бар, кейде жоқ. Солай да қолдануға болады. We go hiking. Біз жаяу саяхатқа барып тұрамыз. We go hiking. We went hiking. Біз жаяу саяхатқа бардық. We went hiking. Алдыңғы бетте айттық. Go бару етістігі дұрыс емес етістік, оның өткен шағы went болады. You go to the gym. Сен джимге барып тұрасың. Немесе сіз джимге барып тұрасыз. You went to the gym yesterday. Сіз немесе сіздер джимге кеше бардыңыздар. My aunt teaches me French. Or my aunt teaches French. Жалпы, менің әпкем француз тілін үйретеді. She teaches. Сондықтан S жалған етістікке. My aunt taught French before. Менің әпкем бұрын француз тілінен сабақ берген, француз тілін үйреткен. My aunt taught French before. Teach деген етістік дұрыс емес етістік, оның өткен шақ түрі taught. My sister sings in a choir. Менің сіңлім хорда ән айтады. My sister sings in a choir. I sing, you sing, he sings, she sings деп айтылады. Осы етістіктер осы шақта. Ал sing де бұрыс етістік, оның өткен шақ формасы sang. My sister sang in a choir last year. Менің сіңлім өткен жылы хорда ән айтты. Өткен шақтың осы түріндегі past simple tense'те болымсыз сөйлемдер қалай жасалады? Болымсыз сөйлемдер did көмекші етістігімен жасалады. Осы шақта present simple'да do, does деген көмекші етістік болған. Сол do'дің өткен шақ түрі did. Барлығында да үш шақта да және көпше жекеше түрде did болады. I did not go to Astana. Мен Астанаға барған жоқпын. You did not meet my friend. Сіз менің досыммен кездескен жоқсыз. He did not see you. Ол ер адам сені көрген жоқ. Сол сияқты did not didn't деп қысқартып айтуға да болады. Жалғастырып айтсақ, she didn't write letters. It didn't drink tea. We didn't watch TV. You didn't listen to music. They didn't cook meals. Сұрайлы сөйлемдерде past simple'да did көмекші етістігі арқылы жасалады. Бастауыштың алдына did көмекші етістігін қою арқылы Did I drink coffee? Did you drink coffee? Негізгі етістік өзінің негізгі түрінде. Did he drink coffee? Did she drink coffee? Did it drink coffee? Did we drink coffee? Did you drink coffee? Did they drink coffee?
Алдыңғы беттегі айтқандай, бұл бетте жаттығуға арналған сұрақ түрлері және оған болымды жауаптар және болымсыз жауаптар. Осындай сұрақ қойған кезде, бүкіл сөйлемге сұрақ қойған кезде, did I do homework? Мен үй жұмысын жасадым ба? Деп сұрайтын болсақ, біз қысқаша жауап береміз. Алдында present simple айтқандай, yes I do, no I don't деп айтқанбыз осы өткен шақта. Енді біз yes I did, no I didn't деп қысқаша жауап береміз алдымен, содан кейін барып қажет болса толық жауап береміз. Did you do exercise? Yes you did, yes I did. Немесе no I didn't, yes I did. Сол сияқты басқа сөйлемдерді де солай оқып, тілді және ойымызды жаттықтыруымыз керек, үйретуіміз керек. Мысалдар, have, had, had. Міне осындай дұрыс емес жетістіктерді тура осылай жаттап алу керек. Have, had. Біліп алсаңдар, past participle да perfect tense өткен кезде дайын боласыңдар қолдануға. Бүгінге бізге керегі past simple, мына форма. I had a cup of tea. Мен бір шыны шай іштім. I had a cup of tea. Мен бір шыны шай іштім. Осы сөйлемге сұрақ қойсақ, did you have a cup of tea? Міне біз сұраулы сөйлемде күміс жетістік қолдандық. Және негізгі жетістікті негізгі түріне мына инфинитивке қойдық. Өйткені бұл сөйлемде өткен шақты білдіру қызметін осы күміс жетістік атқарып тұр. Сондықтан негізгі жетістік негізгі түрінде қолданылады. Yes, I did. Болымды жауап. Осылай қысқаша жауап береміз жалпы. Yes, I did. Ал енді қажет болса, толық жауапты осылай жауап береміз. Негізгі жетістікті өткен шартқа қойып. I had a cup of tea. Болымсыз жауап болса, no, I didn't. I didn't have a cup of tea. Және бір мысал, take. Жетістігі бұл алу деген жетістік. Take, took, taken. Дұрыс емес жетістік. Осылай жаттап алу керек. Қайталап, бірінші рет қайталап. Бізге келесі perfect tenseтерді өткенде мына жетістік қолданылады. Соған барлығын түгелді жаттап алсаңдар дайын болады. Бүгінге бізге мына керегі мынау, міне took. Ал осы дұрыс емес жетістіктерді take, took, taken. Беру деген болса give, gave, given. Көру, see, saw, seen. Алу осы take, took, taken. Take, took, taken. Take, took, taken деп қайта айтсаңдар, есте сақталады осылай. She took a book. Ол қыз бір кітап алды. She took a book. Осы жетістік ол қыздың кітапты өткенде, кеше немесе бұрын алғанын білдіріп тұр. Ал осы сөйлемге сұрақ қойып көрейік, ол кітап алды ма? Сұрауды біз көмеш жетістіктен бастаймыз. Did she жетістіктің қай түрін қолданамыз дедік? Сұрау қойған кезде take деп айтамыз. Did she take a book? Міне, did she take a book? She took a book. Мына өткен шақтағы жай сөйлем, болымды сөйлем, сұраулы сөйлем. Did she take a book? Бұл жерде қызметті алдында айтқандай, өткен шақтың қызметін did алып тұр, сондықтан негізгі жетістік негізгі түрінде, міне инфинитивте қолданылып тұр. Ал енді болымды жауап беріп көрейік. Қысқаша жауап береміз дедік мұндай сұрақтың түрлеріне. Yes, she did. Yes, she did. She took a book. Болымсыз болса, no, she didn't. She didn't take a book. Ал басқа да сұрақтардың түрлері. Ондай сұрақтар жасағанда алдымен сұраулы сөздер келеді. What, when, where, how, who, which, тағы басқа. Содан кейін
көмекші етістіктер. Did, көмекші етістік бұл шақтағы did ғана. Содан кейін бастауыш, одан кейін негізгі етістік. What did I do? Мен не істедім? I did homework. Мен үй жұмысын істедім. What did you do? Бұл сұрақ маған бағытталған болса, I did homework деп айтамын. When did he do his homework? Ол жігіт, немесе бала үй жұмысын қашан жасады? He did it at night. Ол үй жұмысын түнде жасады. Where did she do her homework? Ол қыз үй жұмысын қайда жасады? She did it in her study. Ол үй жұмысын өзінің оқу бөлмесінде жасады. How did he do his homework? Ол бала үй жұмысын қалай жасады? He did it by revising. Ол үй жұмысын қайталау арқылы жасады. Who did homework? Бұл сұрақ бастаушыға қойылып тұр. Бастаушыға қойылған сұрақ осылай кішкене өзгеше болады. Көмекші етістіктер қолданылмайды. Негізгі етістік не did. Who did homework? Кім жасады? Немесе which person? Which thing? Деген сұрақтар болады. My sister did the homework. Менің сіңлім үй жұмысын жасады. Who did you do it with? Бұл жерде who дегеніміз, бұл үй жұмысын сен кіммен бірге жасадың? With деген бірге. I did it with my friend. Үй жұмысын мен досыммен жасадым. Who did she do it with? Ол қыз үй жұмысын кіммен жасады? She did it with me. Ол үй жұмысын мен бірге жасады. Осы regular verbs with ending ed дұрыс етістіктер мен бұрыс етістіктер бір топ. Irregular verbs үш түрін бірдей осылай жаттап алу керек. Do, did, done жасау етістігі. Do, did, done деп бірнеше рет қайталау керек. Do, did, done. Do, did, done. Do, did, done. Have, had. Have, had. To be, осы шақта am, are, is, өткен шақта was, were, оның past participle түрі міне been. Айтылу таңбаларымен мына жерде was, were, been. Eat, ate, немесе ate, eaten. Британдықтар бұны кейбіреуі ate дейді, кейбіреуі ate дейді, американдықтар негізінде ate дейді. Екеуі де дұрыс. Eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. Take, took, taken. Take, took, taken. Hold, held, held. Hold, held, held. Get, got. Get, got. Американдықтар осында gotten деп айтады кейбіреуі. Read, read. Міне жазылуы бірдей барлығында, бірақ өткен шақпен past participleда екеуінде read болып оқылады міне. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Swim, swam, swam. Swim, swam, swam. Ал енді дұрыс етістіктерге ed жалғанында кейде ол d болып айтылады, кейде t болып айтылады. Соны келесі бетте қарап өтейік. Бұл ed жалғауының қатаң және яң дыбысталуының заңдылықтары алдында үшінші жақта жекеше түрде s жалғанғандағы заңдылықтарға ұқсайды. Егер бұл қатаң дыбыспен бітсе, міне cook, walk, fix. ed дегі жалғау t болып қатаң болып айтылады. Міне cook, cooked, walk, walked, fix, fixed. Ал яң болса, дыбыс буын соңындағы дыбыстар, онда д яң дыбыс болып айтылады ed-де. Listen, listened. Live, lived. Open, opened. Arrive, arrived. Ал енді CVC деп тұрғанымыз мына жердегі consonant, vowel, consonant дегеннің қысқарған түрі. Осындай болып келгенде біз ондай буындарды жабық буын деп анықтаймыз. Ал осы жабық буындарға ed жалғанғанда соңғы дауыссыз дыбыс екі рет жазылады. Stopped, міне, stop, pp, ed. Stopped, log, міне, log, double g, ed. Logged. Жазылуы осылай, айтылуы stopped,
loved. Why мен біткен сөздерде why жойылып кетеді тағыны, оның орнына ed жалғанады. Міне мына жерде схеманы көрсетіп тұр. Study, studied, try, tried, cry, cried, spy, spied. Міне транскрипшндері. Ал сөз d немесе t мен бітсе, содан кейін ed жалғанса, ол ed болып айтылады. Depart, departed, want, wanted, report, reported, decide, decided. Осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Сабақ бітер алдында мен өзімнің әдеттегі ұсыныстарымды айтамын, үй жұмысын қалай жасау керек екенін. Жаңа сөздерді, өздеріңе белгісіз жаңа сөздерді дәптерлеріңе жазып аласыңдар. Бірнеше рет жазып, қайталап жазсаңдар, ол сөздерді есте сақтауларыңа жақсы көмектеседі. Қолмен жазу есте сақтауға көмектеседі. Жаңа сөздерді бірнеше рет қайталау керек. Екпін қай буынға түсіп тұрғанын есте сақтау керек. Және де көмекші етістік пен негізгі етістіктердің қолданысына мән беріп, зейін қойып, бүкіл сөйлемде өздерінің таңдаған сөйлемдерді бірнеше рет қайталап айтыңдар, сол сөйлемнің құрылысына мән беріп. Болымсыз сөйлемдерде, сұраулы сөйлемдерде көмекші етістіктер қолданылады. Негізгі етістіктер негізгі түрінде қолданылады. Ал болымды сөйлемдерде етістіктерді өткен шаққа қойып, соған мән беріп, бірнеше сөйлемді қайталап жаттығу жасаңдар. Осымен сау болыңдар. Келесі сабаққа дейін. Until next lesson.